Мынау тарихшыларға таңғалам. Неге біз 570 жыл? Иә. Неге Түркістан 1,5 мың жылын тойлайды, Тараз 2 мың жылдығын тойлайды? Мынандай Мағжанның айтқан дүниесі бар. Ертеде Түркістанды Тұран деген, Тұранда ер түргім туып өскен, яғни мен, сіз, басқалар. Көп түрік еншалысып тарасқанда, қара шаңғырақ қазақтарда қалған жоқ па дейді, міне Түркістан қаласы. Көп түрік еншалысып жан-жаққа тарасқанда дейді. Сол түріктің бірі Әзірбайжан, бірі өзбек. Әзірбайжан Бакудың 5 мың жылдығын тойлайды. Самарқан 4 мың жылдығын тойлайды. Бізден отау болып шыққандар. Түркістан 1,5 мың жылдығын тойлайды. Сонда ана өзінен шыққан 4 мың жылдығы Самарқан. Сонда мынау немересі болып тұр ғой Түркістан. Ал Түркістан бүкіл түріктің астанасы болып тұрса. Міне, осыған үлкен мән беру керек. Біз әйтеуір өзімізді кеміте береміз, тарихтан да кенжеміз, басқадан да кенжеміз. Осы аспан асты жер дейді. Қытайды сонда біз жердің астындағы елміз ба? Біз де аспанның астындағы елміз. Сонау Қытай бәленше мың жыл тарихы бар дейді. Анау стенасын, дуалын бізден қорыққаннан салған ғой, осы жерде менің бабам өмір сүрген ғой. Содан бізден қорыққаннан салған, сонда біз немене 570 жыл болды ма бізге? Түркістанымыз 1,5 мың жыл, Таразымыз 2 мың жыл. Ал бізден кеткен, бізден барған Самарқан 4 мың жылдығын тойлайды, Баку 5 мың жылдығын тойлайды. Осы ақылға сыя ма? Міне тарихшылар осыны зерттеу керек, осыны қалпына келтіру керек. Әйтеуір барлық жағынан кенже біз. Тарих жағынан да кенжеміз, өмір сүру жағынан да кенжеміз. Жаңағы өзіміздің біздің сөздеріміздің бәрі жан-жаққа тарап кетті. Жоқ, ол араптан келеді, парсыдан келеді, ол жаңағы Ираннан келеді, үндіден келеді. Бізде сонда сөз жоқ қой, көне сөздер бәрі бізден барған. Кез келген орысының фамилиясын алшы, біздің жаңағы сөздіктен шығады. Иә. Енді айта берсе сөз көп. Құлайтын құлақ болса, тарих жетеді, іште жатыр. Бірақ дәлелдей алмайсың да жаңағы. Міне бір-ақ сөзбен айтып отыр. Ертеде Түркістанды Тұран деген, Тұранда ер түргім туып өскен дейді. Көп түрік еншалысып жан-жаққа тарағанда, қара шаңғырақ қазақтарда қалған жоқ па дейді. Міне Түркістан отыр. Түлкібасы деп қойған, Түлкібасы емес, түріктердің бас қосқан жері ол. Оны Түлкібас дейді. Түлкінің басы қай жерде қалмайды? Түріктердің басы қосылған жері. Ана білмесін деп Түлкібас дей саған мына оңтүстік Қазақстанды мына қазір. Иә, міне. Сөйтіп әйтеуір біз тамырын таппау керек. Осындай мынау ғалымдар, тарихшылар, археологтар осының бәрін дәлелдеп біздің көне халық екенімізді білдіруіміз керек. Сонда тек қана Жәнібектен бері қарай 570 жыл болды қазақтардың өмір сүрген. Оған дейін қазақ емес едік, оған дейін ұлт емес едік. Жарайды, басқа ұлт аталдық, мүмкін түрік аталдық, сақ аталдық, бірақ содан бастау керек қой. Иә. Мына тұрған көрші өзбегің Самарқанды 4 мың жыл дейді. Самарқанды салған Жалаңтөс Бахадыр кіші жүзден шыққан, бізден шыққан қайтып міне. Ол Жалаңтөс Бахадыр деген ана жерде табличкасын алып тастапты сұмырайлар. Недегі? Самарқандтағы. Білмесін деп. Кеше Сауыр Рахим қазақпын деп шығып еді, бүкіл көшені де, памятникті де, метродағы станцияларды да бәрін алып тастады. Бізде тұр ана өзбек орталығы, жаңағы қай уақытқа дейін жалтақтай береді барыс көршілерге білмей. Қазір ана Қарақалпақтарға қысым келіп сөйтіп жатыр. Қарақалпақтың жері 3/4 бөлігі Қарақалпақтікі Өзбекстанның жері. Қарақалпақ ол қазақтың құрамында болған 36 жылға дейін. Өздері жаңағы шошаңдап, ой бізге Алматы алыс, мына Өзбекке кіреміз деп өздері сұранып кірді. Ал кірдің енді Өзбек сен не қылып отыр? Бізде тұрса біз оған тиіспейміз де ғой.
Тұра берсінші сол автономиялық жаңағы республика болып деп. Яғни аман болайық, әйтеуір жан-жағымыздың бәрі жау. Құдай сақтасын. Қазақпыз, өзіміз азақпыз. Көбеюіміз керек. Әрбір семьяда кем дегенде 3 бала болу керек. Кем дегенде. Ит асырап, күшік асырамай. Ренжімеңіздер, артық айтып қойсам. Бәрі тура айтылып отырған дүние. Ана жаңа 13-те отау иесі қылып, ерте үйлендірген. Қазақ сол кезде көп болғанбыз. Аман болыңдар.